Қайырлы кеш баршаңызға. Бүгін біз сіздермен осындай өте жұмсақ әрі дәмді болып шығатын пиццаның рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін ең алдымен табамызға ұнымызды осылай салып аламыз керек мөлшерде. Одан соң жылы суға үстіне ашытқы салып, жақсылап араластырып, осылай жақсылап араласуы қажет. Ең алдымен ұнымызға шым-шым тұзымызды, шекерімізді қосып, жақсылап тұрып, қасықпен осылай араластырып аламыз. Одан соң жаңылдегі су мен ашытқы араласқан суымызды құйып, тағы да жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Қамырымызды осылай қолға жабысатындай етіп илеп алып, жарты бір сағатқа ашуға қойып қоятын боламыз. Неге осындай болып тұруы қажет. Үстінен пищевой пленкамен жауып, ауа өтпейтіндей етіп, толықтай жауып қойып қоятын боламыз. Міне осылай қамырымыз ашуы қажет. Енді кезекте жаятын столымызға ұнымызды сеуіп алып, жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Мен қамырды жайған кезде оқтаумен емес, қолмен жаятын боламын. Сол кезде жұмсақ болып шығатын болады. Мен соус ретінде кетчупты қолданамын. Сіздер помидордан соус жасап, солай да қолдансаңыздар болады. Мен көргендеріңіздей болонезе пиццасын жасап жатырмын. Сол үшін болгар бұрышын және де фарш қуырылған осыларды қосамын. Бірінші фаршымызды, одан соң жаңағы бұрышымызды және де соленый огурчикке қосамын тағы да. Өте дәмді болып шығады. Қоссаңыздар да, қоспасаңыздар да өздеріңіздің ұнатқандарыңызға қарай. Неге духовкада 20-30 минуттай пісіріп аламыз. 5 минут қалғанда осылай комо сырын қолданамын мен. Комо сырын сеуіп алып, тағы да 5 минутқа жіберіп алатын боламыз. Сол кезде сіздің пиццаларыңыздың сыры жаңағыдай көтерген кезде өте әдемі болып, жеген кезде қатып қалмай, сырларыңыз әдемі болып шығады. Сіздерге де осылай істеуге кеңес беремін. Қараңыздар, өте жұмсақ әрі ауызда дәмі дейін ерейді. Шынымен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Астарыңыз дәмді болсын.